Маған айтады, 20 қой сатсаң, қораны зор қып салғызып алуға болатын еді. Материалдарын жаңадан алып берсең, 2 өзбек 2 аптада салатын еді. Сен болсаң 2 ай бойы ескі құсқы материал тасып әурелендің дейді. Жауап: біріншіден, менің кәсібім бұл менің махаббатым. Мал бағу, оларға қора салу, тамақтандыру, тіпті астын тазалау да менің хоббиім, сүйікті ісім. Мен өзімнің сүйікті ісімді біреуге ақша төлеп жасатпаймын. Екіншіден, азын аулақ қойды қораға, анда, мұнда деп сата берсем несі қалады? Үнемдедім, одан ұялмаймын. Бұзылған үйлерден блок тасыдық. Иә, қиын болды. Бірақ менің жасым 24-те, күш-жігерім бойымда. Ең бастысы, өз қолыңмен жасалған жұмыс, ол басқаша, ерекше әсер сыйлайды. Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Бұл видео үлкен шығарылым алдындағы кішкентай бір превью болмақшы. Ол қандай үлкен шығарылым екенін сіздерге сәл кейінірек айтатын боламын. Ал қазір сіздерге салынып жатқан қорамызды бір шолу жасап өтсек. Қораның жалпы жақ ені алдыңғы видеода айтып кеткен болатын, 12 метр болды, ал ұзындығы 18 метр. Жерде шашылып жатыр, қарда жауып кетті. Төбесін мынандай шифрлап, мындай терезелер орнаттық. Кішкентай терезелер. Қорамыздың алдыңғы жақ беті. Ашық тұр екен. Ауылда тұрып, күнде азанда кешке шелек толы сүт сауып жүргеннен не пайда, егер сол сүтті ақшаға айналдырмаса? Сүт сату таза пайда, себебі сүт сатылғаннан мал басы азаймайды ғой, әрі күнделікті табыс. Сүт сатуда пайда бар, түсінбегенге не айла бар. Келесі шығарылым сүт сату жайлы болмақ. Қалай, қайда, қаншаға, кімге, барлық сұрақтар қамтылады. Жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліңіз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер видео ұзақ уақыттан кейін қарап жатқан болсаңыз, онда сүт сату жайлы видео осы видео астында болады. Ғылым және ауыл арнасы. Қолдау көрсетіп, тегін лайкты аямай басайықшы, жігіттер. Іші қардың есік жауып алайын. Мына жерде мындай свет бар. Свет жағып қоямыз. Жоғарыдан былай тоқтатылған. Кіреберісте мындай есік орнаттық. Кеше және мынандай жасап жатырмыз, ортасына бөліп. Мына жағы әлі шашылып жатыр. Бір жағына ғана, кеше түнде ғана қойларды қамадық. Мына жағына қойларды қамадық. Сол жағына, мына жағына. Мына жерде науаның астын кешке қарай қойлар жайылымнан келгеннен кейін шөп салып қойып едім. Науаның астын осындай доға тәрізді қылып істедік. Пластиктен. Қандай пластик десеңіздер, қазір көрсетейін. Бұған әрі жем, әрі шөп салатындай етіп. Мынау жақ, бер жақ биіктігі ол төмен, әлі жасап кеткен жоқ. Мынау биіктігі міне дұрыс. Мына жерде істеп жатырмыз ғой, әлі бітірген жоқпыз. Көріңіздер, мына жерде 2 тақтай қағылған. Былай көрсетсем. Әрі былай жалғастырып кету керек. Мынау пластик қатты доға болып иіліп оралып тұрған ғой. Бұл доға болып иіліп оралып тұрған, мынандай қып тартып баратыр да, арасына сосын мынандай тіреуіштер қойдық. Бірақ бұл болашақта болмайды, ертең 1-2 күнде алып тастау керек. Мына доға сәт қайтқаннан кейін. Сонда ұзыннан шуақ не болады? Қора болады. Ол пластик мінеки. Мынандай пластиктен жасап жатырмыз. Қалың енді арамен кесіп жатырмыз.
тас тіреп қоймасаң, бұл айналып оралып кете береді. Бірақ білмеймін, бұл қай жерде сатылады, қанша тұрады, оны білмеймін. Маған бір таныс кісіміз әкеп берген еді. Мындай керек па саған дегесін. Ойбай, керек деп алып алған едім. Мінекей, анау жоғарыдағы форточка ашылады. Мынау жоғарыдағы форточка ашылады. Былай айналдырып жасап шықтық. Ал қойлар жағына кіріп көрейік. Мынау есігі. Окей. Шегі өте кең. Бойы сәл тапалдау болды. Мына жерге дейін 170 болып тұр ғой деймін. Қателеспесем. Анау басы 170. Ал ортасы енді биік. Мынау дайын жағына, енді дайын болғанда шала дайын ғой әлі, толық дайын емес. Осы дайын жағына қазірше қойлар тұр. Ал ешкілер бұрынғы ескі қорада тұр. Ол ескі қораны сіздерге көрсеткем, қалай жасалған. Ол жақтағы науаның жасалуы мүлдем басқаша. Ешкілерге арналған науаның. Оны өздеріңіз білесіздер. Ал мынау науаның өлшемдері, естеріңізде болса, мен қой бордақылауға арналған қора салған кезінде, сол салынған қорада өлшемдерін айтқан болатын. Сол жерден, сол видеодан ашып қарасаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы, ғылым және ауыл арнасы. Видеоны осы жерге дейін, соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Келесі видеоларды өтіп тамашалай берсеңіз болады. Рахмет.